ертеде өте қу барыс бопты. Адамдарды алдап ақшаларын алып алады екен. Сонда жауыз зұлым барыстың бар екенін естіген ханшайым көшеге шығып серуендеп, сол қу барыстың қалған аңдарды, жануарларды қалай алдайтынын ханшайым анықтауға кіріседі. Содан кейін ол анықтап жүріп байқайды, барыстың қолы өте жылдам. Ол деген рақтырып жүреді екен ішіндегі тығылған затты. Ханшайым олай болмайды деп аңдып, ханшайым соны көріп, мен бұл барысты ұстап аламын деп шешім қабылдайды. Одан кейін ханшайым кошелегінен тиынды алып шығып ойнауға бел буады. Ақшасы бар екенін көрген барыс қайта шақырады. Ақша атасын, кел деп. Мамаңа сыйлық аласың, кел деп. Кел, ханшайым, келе ғой, ақша атасын. Тиыныңды бер, көп қып қайтарып аласың. Ханшайым өтірік білмейтін сияқты ойнауға кіріседі. Ханшайымның өзінің жоспары болады. Бұл барысты полицейге ұстап беру деген. Ақшасы таусылған капибара мен ежик жылап шетте қарап тұрады. Мына жаққа қойдым. Қулығына түсірген барыс ал енді шеберлігіне кіріседі. Алдау деген өте жаман қасиет. Ол ақшасын алып алуды іске асырмақшы болады. Оның айлакер ісін байқап отырған ханшайым түк білмегендей үндемей білдіртпей отырады. Оған дейін капибара басқа ойыншылар бірақ та стақанды ашады екен. Бұл ханшайым мә саған деп өтірік істейді, бүткіл стакандарды ашады. Сол кезде барыс соңғы стаканды көрсетпеймін дейді. Себебі оның ішінде не ойлайсыңдар балалар? Әрине ешнәрсе жоқ. Солай ханшайым ұстап алады барысты. Полиция шақырады. Түрмеге түскісі келмеген барыс қашып тұрады. Ханшайым өзінің тиынын кошелегіне салып, жауыз барыстың құлығына түскен құрбандарды шақырып, ежик, кірпі мен капибараның ақшаларын өздеріне қайтарып береді. Олар қатты қуанып кетеді. Ежик ақшасын алып, мама, сыйлық алам деген ақшам еді. Үстінен тағы ұтып ақша қосып қымбат сыйлық алам деп ойлап едім. Рахмет деп кетеді. Капибара да бүткіл ақшасын берген екен. Мамасы ақша қосымша сабақтың ақшасын төлетіп берген ақшаны беріп тастаған екен. Ол да сол бүткіл ақшасын қайтарғанына ханшайымға рахмет айтып, ол да сабағына қарай кетеді. Ал досым, сен айтшы, осындай жаман барыстың қолығына түсіп қалсаң, не істер едің? Әрине, ешкімнен қорықпай, әке-шешелеріңе шындықты айту керек.